Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Мадина. Бүгін сіздермен карамельный пирогын дайындайтын боламыз. Қазіргі таңда сатылымда жүрген хит пирогтардың бірі, өте дәмді пирог. Қамыры үгітілмелі песочный тестомен дайындалады. Мен сіздерге оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды өлшеп салатын боламыз. 370 грамм ұнымызды өлшеп саламыз. Грамдары, ингредиенттерін барлығы описание жазып қоямын. Сол жерден көріп, дәл сол рецептпен дайындаңыздар. Ұнымызға сармайымызды салып, үгітілмелі, яғни крошка дайындаймыз осылай. Осы крошканың үстіне ванилинмен разрыхите саламыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Крошкамыз дайын болды. Енді бұны бөлек қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа сұйық ингредиенттерін араластырып алатын боламыз. Ыдысымызға сарыуыз саламыз, қант саламыз және сұйық май. Оның үстінен қаймақ саламыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сұйық ингредиентімізді араластырып алдық. Енді бұны жаңағы крошканың үстіне құйып, қамыр илейміз. Мұнда бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды илеп алдық. Енді бұны начинкамыз дайын болғанша холодильникке салып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ыдысымызға вареный сгущенкамызды саламыз. Мұнда вареный сгущенка сапалы болу керек, качественный, өте жақсысын алыңыздар. Мысалға деп алсаңыздар болады. Ең бөлме температурасында тұру керек. Осылай вареный сгущенкамызды араластырып аламыз. Егер сіздерде араласпай қатты тығыз болып жатса, сәл микроволновкаға жылытып алсаңыздар болады. Енді біртіндеп осылай жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Ешқандай да түйіршік болмауы керек. Жұмыртқамызды қосып араластырып алдық. Енді үстінен сливки қоямыз. Сливки 33%-тен жоғары болу керек. Сливкиді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді холодильниктегі қамырымызды алып, пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жайып аламыз. Қамырға кішкене ұн сеуіп аламыз. Қатты жұқа қылмай, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қыздар, бұл пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл оригинал рецепт. Бұл пирогты сатып табыс тапсаңыздар да болады. Өте дәмді пирог. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайындалады. Сіз егер жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұдан басқа каналымнан түрлі рецепттерді көре аласыздар, және де алдағы уақытта рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды, формамызды орналастырып алдық. Форма менде 25 диаметр. Осылай шетіндегі қамырларын шетіне орналастырып шығатын боламыз. Мына артылған қамырды бөлек алып қоямыз. Қазір бетіне кесіп қоятын боламыз. Қамырымызды формамызға орналастырып алдық. Енді шанышқымен сәл ғана осылай бетін басып шығамыз. Үстінен дайын болған начинкамызды құямыз. Бетіне жаңағы артылған қамырдан осылай дөңгелек етіп кесіп алып орналастырдым. Түрлі фигураларда кесіп салсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40 минут 30 минут аралығында пісіп шығады. Пирогымыз дайын болды, пісіп шықты.
Жаңа кішкене қамыр артылған еді, содан осындай печенье жасап салған едім. Қамырының өзі қараңыздар қалай үгітіліп тұрғанын. Яғни осының тестасынан-ақ сіздер печенье дайындасаңыздар болады. Пирогты міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Видео ұнаса, астына лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздерге пайдам тисе қуанамын, және де мені белгілеп кетті ұмытпаңыз. Ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар. Сау болыңыздар.